Рысбала Икрамбайқызы, өзіңнің заңсыз әрекеттеріңді тоқтатпасаң, яғни жеке меншік жалдамалы заңгерлеріңнің двоеродный, троеродный бауырларыңның, ағаларыңның жекеге жазып, белгісіз номерден жазған қоқан-лоққыларын тоқтатпасаңыз, осы заңсыз әрекеттеріңіз үшін менің бойжетіп қалған қызыма, немесе кәмелет жасқа толмаған балаларымның тыныштығын бұзатын болсаңыз, мен сіздің сертификатсыз сатылған тауарларыңызбен лицензиясыз ойнатылған лотереяларыңызды дәлелдеп халықаралық тексеріске салатын боламын. Менің балаларыма қысым көрсетуді тоқтатыңыз. Біріншіден, екіншіден, мен Сармурзаева Айткүл Бақыт қызының саяси ойы мен пікіріне менің кәмелетке толмаған балаларым менен бойжеткен қызым жауап беруге міндетті емес. Рысбала Икрамбайқызы, заңсыздық жасамаңыз. Кейін ана қаңғып жүрген албастын айтып атсыңдар ма? Менің апаммен Рысбала деп атымды қойған апаммен аттасы екен. Сол аттан садаға кеткір. Әй, Германияға барған қазақтарды қанғақсатып жүрген қатын. Отан отбасынан басталады дейді қазақ. Бірінші ол елге жанашыр болмаяқ, өзінің отбасын дұрыстабасын да. Байының қаяқта, бала-шағасының қаяқта жүргенін білмейтін. Германияда біреудің үйінде уборка жасап жүрген біреу. Еще отырып алып митингке шығыңдар дейді. Пішту! Елдің ішіне ірткі салып. Кім ол вообще мен туралы әңгіме айтатын? Кім ол? Өткендегі әңгіме ғой, айналайындар ау. Пілдің түрісіе құмырсқаға палаткі болады деп айналайын. Өзінің кім боларын білмей жүрген біреу ғой ол. Ано қанғақсатып Германияға барғандарға жұмыс тауып берем деп 500 мыңнан миллиондап алып жүрген ақшасын қайтарсын да ол бірінші. Көттерінен өздерінің боғағып жатады біреудің басындағы шоқты әңгіме ғып. Қазақта тыныш жатқан жыланның құйрығын баспа дейді. Қазақта көтті қысқан бай болады деген сөз бар. Байсаңдар лучше. Байыңдар. Анау саясаттың иісі мұрнына бармайтын адамдар саясат туралы әңгіме айтады да, я. Саясат не теңің? Мен таңғалам сондай адамдарға отырып, ойбай Рысбаланың артын ашам, үйтем. Сен менің артымды ашпай алдыма кеп аш бірінші. Кеш менің алдыма, содан кейін саған арт ашудың қандай болатынын көрсетейін. Қаншы де отырып алыпшы. Арт ашылатындар ашылып жатыр, айналайындар. Халықтың ақшасын жегендер, ол ешқандай жұмысы атқарылмағандар. Көріп атсыздар, өздеріңіз куәсіздар. Менің Алланың алдында да, адамның алдында да арым таза. Кімнің фото-видеосын парақшама шығардым, кімге ызбор аштым, 100 отбасы өзінің сол үйлерінде тұрып жатыр. Оттамаңдар айдылада отырып, қолдарыңнан кесе болбаңдар сондай. Жоқ, мен мынаған таңғаламда, айдылада отырып алып, митингке шығыңдар. Ойбай, үкімет дұрыс емес. Ойбай, саясат мұндай. Ойбай, сендерге үйту керек деп. Со айтатын сөздерін Қазақстанға кеп айтуға арттарың шыдамайды ғой, конкретно. Онсыз да Қазақстанға келейін десіңдер, былықтарың бастарыңнан асып жатыр ғой. Алаяқтықпен сотталып кетесіңдер ғой. Өзің тыныш өмір сүрсең, қай мемлекетті алсаң да, Дубай болсын, Қытай болсын, Түркия болсын, Қазақстан болсын, сен өзің тыныш өмір сүрсең, саған ешкім кеп тиіспейді. Үкіметтің сенде аламай жатқан алталас беспереш жоқ. Өзінің өмірін реттей алмай, өзгеге билігін жүргісі келеді да, қазақтардың арасына арандатып, ірткі салып. Ойбай, митингке шығыңдар, үйтіндер, бүйтіндер. Кімсің сен үйтіп айтатын? Халық сенің не қорадағы малың ба, не айдайтын? Фуй, блин. Сондай қатынға өзімнің жауап жазып атқанына өзімнен жеркен отырмын, мен конкретно бар ғой. Керемет болбасай бірінші сен. Ек қолға бір күрек қай жерде де табылады. Жұмысыңды үсте, бала-шағаңды асыра, басыңды тік көтеріп жүр, ешкімге зияныңды тигізбе. Өтірік Германиядан не тауып виза жасап берем, үйтем-бүйтем деп, елдің бәрін ақшасын алып қанғақсатпай. Ана жақтағы шешендерге сендерді зорлатам деп қазақтың қыздарына сес көрсетпей. Кәні сенің ұлтқа жанашырлығын құрып кетей, нервыма тимей. Күйдіреді ғой істеп адамды ше. Қойш дедім.
Зачем ірген ауыздан шірген сөз шығады? Ит қол қауып атқан, оны мен қапсам, мен аузымның не қадір қасиеті қалады депші. Үндемедім, қояр емес өзінше апаң. Көтінен тепсең қалтасы сыңғырламайды. Әңгіме айтып маған. Сыйға сый, сыраға бал. Еңкейгенге еңкей, атаңнан қалған құл емес, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес дейді. Сыйлап тұрған адамға басым жерге тигенше сыйлайым. Ал аузына келген оттайды екен, менің аузымнан да сондай оттау келеді да. Меніңге затым қатын шығар, менің аузымнан да оттау келеді. В том числе дәлелмен келеді. Одан кейін біреудің артына шам, ойбай демей, өз арттарын тазалабаңдар. Өз арттарыңды тазалап, өз өмірлі, өз бастарыңды көтеріп, өз қолдарыңды өз ауыздарыңа жеткізіп, өмір сүрсеңдер болды. Нелерің бар сендердің? Бастарың жетпейтін жерге мұрындарың сұғып күйдіреде. Қолыңдан дым келмей жатыр ма? Ақыры саясатта атаңнан қалған басы бар ма? Қатын болса келді, бала шағаң қаңғытпай ие болса, нең бар? Айдалада біреудің үйін жинайтын болса, Қазақстанда үй жетеді ғой. Мысалда. Артық кетсем айыпқа бұйырмаңыздар. Айналайындар, менің өмірлік миссиям өте жоғарыда. Менің арманым, мақсатым таудың басында, Гималайдың басында. Мен бала шағама дұрыс тәрбие беру керекпін. Алланың берген перзенттерін өмірге дені сау 12 мүшес аман қылып әкелу керекпін. Оларға әлемнің кереметтерін көрсетіп, дұрыс орта қалыптастырып, дұрыс тәрбие, осы елге қызмет ететін саналы, салихалы ұрпақ қылу керекпін. Байымның қасында қатын болып, бақытты өмір сүру керекпін, айналайындар. Өз қолым өз аузыма жету керек. Мен біреуге бермесем Аллахан жаймау керекпін. Ол үшін не істеу керек? Сендер сияқты әркімнің көтін шығып, өсек айтып, Инстаграмда отырмау керек. Ол үшін жұмыс істеу керек. Инстаграмнан ақша тауып атсың ба, пожалуйста. Ешкімге зияның тигізбей жаса. Істегенің алдыңа келеді әйтпесе. Біздің басым көпшілігіміздің өміріміздің жартысы анау бүйдеді, мынау сүйдеді. Анау үйтті, мынау бүйтті. Өсек пен төсектің арасындағы майда әңгімемен өтіп жатыр. Жинастырып тастаңыздар бәрін. Құрып кетсін. Ұнамай ма? Сізбен араласпасын, сізбен келмесін. Біреудің былшылдаған өсектерін тыңдап отырғанша, одан да бісміллә деңіздерде, бойыңызда қуатыңыз, қолыңызда, бойыңызда қайратыңыз, қолыңызда қуатыңыз бар кезде, аяғыңызда күш бар кезде, дұрыс өмірге талпыныңыздар. Зачем, айдалада қаңғыған біреулерге сіз уақыттарыңызды кетіресіздер? Сізге одан не жарко, не холодно. Бірің шекер, бірің бал, бірің өліп, бірің қалдыңдар да, тек жұмыс істеңдер. Әдемі өмір сүру үшін, ауызға тәтті нәрсені апару үшін қолды қимылдату керек, басты істету керек. Баршаңызға мына өмірде тек қана сәттілік тілеймін. Алла бармақтай бақ беріп, бәріңіз байып кетіңіздер, болды.